Ассалаумағалейкум барша YouTube көрермендер, қалдарыңыз қалай? Қазір таңертеңгі құстарымның жем суын берейін деп жатырмын. Так, осы видеоның соңына дейін қараймыз. Және арнаға жазылып, арнаға қолдап кететін боламыз. Ендеше видеомызды бастайық. Бірінші, мына жерде тұрған брудерді китайский шелковый елетін болсақ, бұл жерде китайский шелковыйымыз. Біздің бұлар қазір нені жеп жатыр? Брудерда тұр бұлар. Брудерға жол свет орнатып қойған болатын. Жылу болсын деп бұларға. Себебі бізде қазір түндерде суық өте көп кездеседі. Суық қазір уже күз мезгілі болғандықтан суық өте көп. Сол себептен осы китайский шелковыйларында осында кіргізіп болған болатын. Бұларға қазір енді су беретін боламыз. Так. Бұның ішіндегі не болып жатқанын көрсете кетсем, бұның іші қазір осындай болып жатыр. Ішіндегі утеплительный фольганың бәрін жеп салған болар. Білмеймін не себептен екенін. Жалпы бұл утеплительный фольга өте арзан бағада тұрады. Оны өзім сатып ала салам. Метрі 150 теңге тұрады. Новыйдан клеить ете салам. Қазір бұлардың суын ауыстыратын боламыз. Ендеше кеттік. Міне мына бізде китайский шелковылардың ыдысы. Осы ыдыстың ішінде көріп тұрған боларсыздар, міне дрожжи тұр. Түбінде бұларға уже бір аптадан асты. Дрожжи беріп жүргеніме. Достар, алаңдамаңыздар, бір фольгалардың бәрін өзім тазартып алатын болам. Осы қазір тазартқан видеомда салатын болам. Ол үшін алаңдамай қойыңыздар. Ішін бәрін тазартып қоятын болам. Және де біздің китайский шелковыларымызда мен мына жерде кішігірім өзгеріс болған. Мына жерде көріп тұрған боларсыздар. Жем жейтін ыдыстар жасап қойған болатын осы брудердің ішіне. Оларда басында міне мынандай ыдыстар болған. Осындай ыдыстар болған. Бұл ыдыстардан бұлар тамақ дұрыс жей алмайды екен. Сол себептен өзім ыдыс жасаған болатын. Енді қазір суын құйып берем. Жалпы мына китайский шелковылар өте салмақты, сабырлы, адамды таниды. Өте спокойный дейді ғой бұл характері. Мына жерде мен қазір айтып кеткендей дрожжимен су беріп жатырмын. Жылы суға дрожжыны араластырып береміз. Тестаға елейтін дрожжыны. Ол жайлы бөлек видео шығатын болады. Оны қалай беру керек, не үшін береді, және мен не үшін берем. Сол, бұлар қазір масса набирать етіп келе жатыр. Жалпы салмақ дейді ғой. Бұлар қазір салмақ жинап келе жатыр. Кішкене уже өсіп қалды. Бұрынғыдан қарағанда. Бұрын бұлар вообще кішкентай болатын. Қазір осындай жылы жерге келіп, жалпы условия жасағаннан кейін салмақтарын жинап, суларын ішіп, жемдерін жеп жақсарып келе жатыр. Енді басқа тауықтарға баратын болсақ, енді мына жақ қораға келетін болсақ, бұл жерде онша қатты өзгерістер жоқ. Көріп тұрған боласыздар, мына жерде бізде жүгері шешіліп жатыр. Бұл тауықтардың жалпы қарындары тоқ. Бұларға да мен беріп жатқан суым дрожжимен беріп жатырмын. Жыл су таңертең, түсте, кешке. Оның бәрін сіздерге айтатын болам. Көп птицеодтар жай ғана жұмыртқа туғызады дейді. Оның басқа да жақтар бар. Ол жайлы каналда видео шығатын болады. Қарап отырыңыздар. Қазір бір тауықтарым шығаратын болам. Так. Есікті ашам. Өздері шығады. Көріп тұрған боласыздар. Өздері шықты. Қазір жемдерін жеп жатыр. Жаңағы жүгеріні мен кеше сепкен болатын. Мына жерде қатты өзгерістер жоқ. Сол баяғыдай. Бұл жерде бір өзгеріс. Оны соңында түсіретін боламыз. Мына жерде сол қалпы күрік тауығым жатыр. Күзгі күрік тауық. Оны тұрғызым келген жоқ. Себебі оны қазір тұрғызып суға салатын болсақ өліп қалуы мүмкін. Сол себептен
рисковать еткім келген жоқ. Сол себептен суға салған жоқпын. Енді кучиндарымызға жылы су береміз қазір. Біз кучиндарда мен кеше сепкен жем әлі уақытқа дейін тұр. Бар көп жем жемейді. Осылай тұрады жемдері. Мына жерде есікті мен алып салған болатынмын. Кучиндарыма жылы болу үшін. Мінекей достар. Мына жерде дрожжи мен суым. Мына кучинский юбилейныйларына құйып қойдым. Бұны кеше сепкен жемдерім әлі қалған деп айтқам жаңа. Енді бұларды қазір қораларынан шығаратын боламыз. Кучиндарым. Қора бізде қазір жып-жылы. Сәл-пәл байқап тұрған боласыздар өзгерістерді. Бұл жайлы видео шығатын болады. Енді кезекте біз міне кеше қалған жемдерін жеп жатыр. Қазір бітіретін болса, тағы да үстінен сеуіп беретін болам жем. Енді мына суымыздың үстінен тағы да шелегімізден су алып келіп, өзіміздің брамаларымызға баратын боламыз. Бұларға таңертең бір жарым шелек су кетеді. Брама тауықтарымызға да келіп жеттік. Мына жерде менің атешім орысша линка, қазақша түлдеу дейді ғой. Сол линкадан шығып жатыр, қысқа дайындалып жатыр. Жалпы атештің орай шықпаған. Уже тауықтарға да қарап жүр. Анжалы бір-екі рет байқаған болатынмын. Жақсы буксовать етіп жүр осы соңғы кезде. Ана қорадан алып шығып, осы қораға брамаларын бәрін қосып едім. Атеш үлкейіп, масса жинап, жалпы кәдімгі тұрақты атешке ұқсап қалды. Ал ана қорада басқа атештермен жүргенде бұл өте арық атеш болатын. Қазір жалпы жақсарып қалды. Бұларда қарындар тоқ жалпы. Көріп тұрған боласыздар. Мына жерде бізде жүгері шашылып жатыр. Мына жерде де жүгері толып жатыр. Өздері қарындары ашқан кезде осы жүгеріні жеп азықтарын көретін болады. Бұларға енді мен қазір тек қана дрожжи мен су жасап берем. Сонымен болды. Мінекей достар, суларын дрожжи мен суларын беріп қойдым. Мінекей достар, уже таңертең қарындары ашқандықтан брамаларымыз жемдерін жеп жатыр. Кешегі сепкен жемдерін міне дрожжи мен суларында ақырындап ішіп жатыр. Көріп тұрған боларсыздар. Таңертең, түсте, кешке осы 3 уақыт жем берем, 3 уақыт дрожжыларын берем. Мынау кеше сепкен жүгерім. Бұны енді қазір жеп жатыр. Қарындары ашқанда. Жалпы тауықтарымыз, біздің менің тауықтарым, құстарым бәрі тоқ. Уайым-қайғы жоқ. Сол. Енді ухилюға баратын боламыз. Ухилю түсіріп кететін боламыз сіздерге. Орда қандай өзгеріс болып жатқан бәрін түсіретін боламыз. Мына жерде достар, мен көріп тұрған боласыздар, жаңа есіктен кіргенде брамалар тура алдымнан шықты. Осы жерде осы отсекті ашып қойған болатын мен. Бұларға кең жер болсын, жүруге кең жер болсын деп осы жерде ашып қойған болатынмын. Енді қазір біздер ухилюларымызға барамыз. Ухилюларымыздың қалын көретін боламыз. Қалай болып жатыр, не болып жатыр дегенде. Міне ухилю тауықтарыма да келдім достар. Мына менің атешім өте шулы атеш. Көріп тұрған боласыздар, жемдерін сеуіп қойдым. Міне дрожжи мен суларын да сеуіп қойған болатынмын. Бұларда енді қатты өзгеріс жоқ. Бұлар сол баяғыдай. Атеш өте қатты айғайлайды. Бөтен бірдеме көрсе, негізі тамақ беріп жүрген мен бұларға ақырындап өсіп жатыр. Бұларда бір сөзбен айтқанда
сол енді достар, сау саламатта жүзгенше байлық болсын, жақсылық болсын, ауырмаңыздар, бәрі жақсы болсын. Арнаны қолдап отырыңыздар, сау болыңыздар.